Қайырлы кеш Алтынай скидің көрермендері. Бүгін сіздерге мен Алтынай өзімнің 1-2 күн бұрын тойға төркінге барып келген жайлы көрсететін боламын. Қалай барып келдім, не көрдім дегендей. Мына жерде туған әпкеммен мәз болып кетіп баратырмыз. Енді аэропортқа кіріп, ол жерден регистрациядан өттік. Скат әуе компаниясын таңдадық. Бару қайту мен уақыты тура келетін өзге осы Скат болды. Түнде біз онлайн регистрация жасап қояйын деп қараған кезде почти алдыңғы 3 қатар 10 мың теңге деп тұрды бағасы онлайн регистрация жасау үшін. Ал артқы орындардан қатар орын мүлдем жоқ, тек орын алдын әр жерінен ғана болды да. Содан кейін біз осылай таблодан келіп алайық дедік, енді өздерінен келіп алайық дедік. Бізге 4-ші қатардан орын берді. Ойлаңыздаршы, қандай күшті. 10 мың деп тұрғанды былайша тегін алып кеттік қой, регистрациядан келіп, ертерек келіп. Сөйтіп ішінде асхана бар екен. Асханадан 1,5 сағатқа кешігіп ұшады деді. Сонымен тамақ ішіп алайық деп өстіп асханаға келіп, мен өзіме тамақ алдым. Әпкем тіске басарлар алып, осы жерде 1 сағаттай отырып әңгімелесіп, ұшақтың ұшуын күттік. Осылай регистрациядан өтіп алдық, тексеріп барлығын. Бізде енді Астанадан орамалдағылар болсын спокойно өте алады, ал Алматыда енді сипалап тұрып прям тексереді. Аэропорттың ішіндеміз. Мына жерде күшті атмосферада кофейня бар. Мына жақта түрлі сувенирлар қазақи. Мына жақта массажерлар. Қалай арыстан сияқты ғой? Сәуатса. Барарда осындай самолетке отырсақ, қайтарда Скаттың бір жаңа түріне отырдық қой деймін. Кішкене удобнылау болды, қонуы, баруы, ұшуы білінген жоқ. Слай әжетханасы кішігірім ғана, кіріп орамалымды, өз түрімді жөндеп алдым. Біз Астанадан көтерілген кезде тұман болып тұрған, ал мына жақтан уже біз Алматыны көре бастадық. 1,5 сағатта Алла қалап кешігіп келсе де тез арада біз жеткізді. 2-де жетеміз ба деп ойлап едік, 1,5-да біз 1-де қона бастадық қой. Елдік аман есен Алматыда Алматы әуежайына қош келдіңіздер. Күн деген жып-жылы. Біз машинамызға баратырмыз. Қазір бір сестрам бізді күтіп аламын деген. Так, зарядкамды басайын. Блогер, тиктокер дейді мен сонымен. Я на самом деле ютубер деп қойып Талдықорғанға жеттік. Бұйыртса дайын машинамен салонға келіп, Астанада жүріп жазылып қойғам. Сағат кешкі 6-ға деп, уже 6-да той басталып жатыр. Сонымен біз макияжға енді жазылдық, енді келдік. Ажиотаж емес, жақсы болды. Ертерек 5:30-да ма жеттік, сонымен сразу макияжға, прическаға отырды әпкелерім. Бұл менің ең туған үлкен әпкем. Есімі Салтанат. Қазір ортаншы әпкеме тоже, біз үйде 3 қызбыз, ортада ағамыз бар.
Бұл менің екінші әпкем, ортаншымыз біздің Айдана деген. Бұл кісі де макияж, шашына, прическасына отырды. Мен бұларды түсіріп жүріп, өзіме кім жасайтынын білмеймін, әйтеуір жүрмін. Жарайды деп макияжымды істетіп алдық, тойып после суретке түсіруді ұмытып кетіппін. Сөйтіп мәз болып гүл алуға, әйтеуір бір ашық тұрған дүкенге келдік. 24-те 7 істейді екен. Гүлді ұнатып сатып алдық. Енді тойға кеттік. Дайынбыз. Үйге келіп, айтқан дайын киімімізді түктеп, киіп алдық. Мен тек қана орамалымды ауыстырдым. Қай жақтан түктеп жатамыз деп көйлек алмай барғам ғой. Қандай әдемі гүлдер алдық. Все, тойханаға келдік. Дальше ары қаратай той көреміз. Метр гуляем. Гуляем метр. Ая. Қалыңыз қалай. Көкеміз әлі бізді кішкентай қыз көреді. Қалталарыңда сотка, ботка, ақша папкаларыңды алыңдар деп отыр. Есімің Балқадиша деп мына жерде амандасып жатырмыз. Бұл кісі менің мамамның ең үлкен ағасы. Бұл кісі Болат көке деген кіші інісі. Ал той болып жатқан үй ол мамамның ең кенже інісі. Бәйтерек бой көтерер қуат алдан, тойлаңдар, қуаныңдар ағайындар, шалқып қайып шаттық тойы, арудың тілашарда деп алуға тағылып өшіреді. Менің мамам 5 ағайынды кісілер, ортада жалғыз қыз. Сол ең кенже інісі дедім ғой, жаңағы Сәмет көке дейміз. Сол Сәмет көкемен Гүлі әйемнің шаңырағында болып жатқан сүндет той мен ұлдарының ұлының сүндет той мен қызының тілашары. Вообще çabalakta koy otur. Kızartma. Bәрі келді. Оның үшін басқа да себебі бар. Біз ғана туылғаннан бастап өзімізге телефон атамағанбыз. Өзіміз күйеу балаларға. Анам қара. Қарапайым қазақша айтсақ күйеу баламыз ғана де. Негізі сондай аталған, Құдай жеткізсін сол күнге. Сол күні жеткізіп ағамыз орныңызда тұрып қойшы аға. Әне, шіркін айтсы. Болашақ біздің құдамыз дейді орнымызға. Сол күнге Алладан тілек сол күнге жетейік. Бәрекелді осы сыйлық сіздікі. Көреке ағамызға қадайшы, маған келіп сыйлығы. Осы сыйлық сізге беріледі негізі. Бірақ та тағы бір сұрақ қойайын. Айдалада ақ отау, аузы мұрны жоқ отау, жұмыртқа. Бұл не? Жұмыртқа? Жоқ. Айдалада ақ отау, аузы мұрны жоқ отау, жұмыртқа. Жалпы бұл не? Жұмбақ емес па? Жұмбақ қойын. Мен сізге жақсып тұрмын. Бәрекелді. Орныңызға жайғаса беріңіз. Әке шешесінің артынан кетті. Ол кісілердің де жатқан жері жайлы, топырақтар торқа болсын. Ол Әділқат ағаның жанындағы мына Сәметтің мамасы менің әпкем болған, менің әкемнің туған қарындасы болатын. Сондықтан да ол кісілердің де жатқан жері жайлы, топырағы торқа болып, осы шөберелерін көре алмай кетті. Әттеген-ай дейміз оған.
бірақ та ол жақта да жақсылығын тілеп жатсын. Енді ең кіші осы саммитпен гуля болған, бұлардың барлығы мына үлкен кіші болса да үлкендердің барлығын үйлендіріп, бір шаңырақ жасаған осы саммитпен гуля. Алладан қайтсын деп айтамыз. Алла енді бұларға жақсылығын берсін. Мына жерде күшті би болып жатыр енді. Авторский праводан қорқып өшіріп салған музыканы. Арука қызымыз мына жерде танец уну деп билеп, ақшаны сыпырып алды дегесін ба. Жаным сол өзі күшті билеп шықты. жақсылық тілеймін, амандық тілеймін, аман болыңыздар, Алла разы болсын, көп рахмет. Қуанышты бөлісіп, құдағымызға, құдағымызға рахмет жаңа. Ағаларға, рахмет, Саятаға, Болатаға, Мұраттаға сіздерге рахмет. Өстіп келісіп, қуанышты бөлісіп отырсыңдар. 65-тің жігіттерге вообще той жоқ. Мен айтам ғой, тойды кімер, той 65-тің жігіттердің тойы. Той сіздерге, 65 қайдасыздар? Қаяқта жүрсеңдер, аман болыңыздар. Қаяқта жүрсеңдер, бәрісіздермен мақтанап, бүкіл жаңа ұлтшара. Тойды бітіріп қимай қоштасып, осылай ащы бұлаққа келдік. Бұл жақта ағам мен әпкем тұрады. Таңертең осындай тұман болып тұрды. Сонымен үйде отырып, жеңгемнің ыстық шайын ішіп, әпкеммен үйінде де сарқытпен шай ішіп, бұл жақта қонып, осылай бұл жақтан да қайттық біз. Сөйтіп бір шай ішіп, сразу біз аэропортқа жол тарттық. Аяқта гүл сататын аппарат бар екен. Ақша қабылдайды екен. Сөйтіп қайтарда да өзіміздің скатымызға, өзіміздің дегесін ба, скатқа отырып алып, Астанамызға қайттық. Рахмет, Талдықорған және Алматы деп жолға шықтық. Ал бізді Астанадан жолдасым және де ұлым осылай гүл шоқтарымен күтіп алды. Рахмет үлкен. Сол осымен қош сау болыңыздар.